Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Біз бүгін метаболизм түрлері 10 сыныптың тақырыбымен танысатын боламыз. Метаболизм дегеніміз не? Ол тірі ағзалардың сыртқы ортамен метаболизм нәтижесінде байланысты болуын айтамыз. Қазақша ол яғни зат алмасу. Зат алмасу бұл 3 кезеңнен тұрады. Заттардың ағзаға түсуі, екіншісі метаболизм, үшіншісі соңғы өнімдердің организмнен бөлініп шығарылуы. Кейбір қосылыстар өзінің қызметін атқарып болған соң қажет болмай қалады. Ал кейбіреулер керісінше аса қажеттілікті туындатады. Метаболизмнің әртүрлі процестерінде жай заттардан ферменттердің қатысында жоғары молекулалы қосылыстар синтезделеді, сондай-ақ өз кезегінде күрделі молекулалар біршама керісінше жай молекулаларға ыдырайды. Яғни метаболизмді тірі ағзаның жасушасында әрдайым жүзеге асатын зат және энергия алмасу деп түсінсек болады. Енді біз осы метаболизмнің қызметтерімен тоқталсақ, сосын барып екі түріне тоқтала кетейік, иә. Яғни метаболизм біздің ағзамызда екі түрлі қызмет атқарады. Олардың біріншісі ол жасуша құрылыс материалымен қамтамасыз ету, яғни жасушаның ішіне жиылып тұр нәруыздар, майлар, көмірсулар, яғни ағзалық заттар. Бұл дегеніміз қалай? Жасушаға түсетін амин қышқылдарынан, глюкозадан, органикалық қышқылдардан, нуклеотидтерден, нәруыздардан, көмірсу, липидтер, нуклеин қышқылдары бұлар үздіксіз синтезделіп отырады. Олардан жасуша денесі, оның мембранасы, органоидтері қалыптасады. Синтездеу реакциялары көбінесе жас өсіп келе жатқан жасушаларда белсенді жүреді. Екінші қызметі ол жасушаны энергиямен қамтамасыз ету. Яғни тіршілік әрекетінің кез келген көрінісі қозғалыс, заттарды синтездеу, жылу генерациясы, энергия жұмсауды қажет етеді. Жасушаны энергиямен қамтамасыз ету үшін оған түсетін заттардың ыдырауы нәтижесінде босап шығатын химиялық реакциялардың энергиясы пайдаланылады. Яғни бұл энергияның басқа түрлеріне айналып отырады. Енді осы жаңағы айтқан метаболизмнің екі түрімен тоқталайық. Біріншісі бұл бізде анаболизм және катаболизм. Енді осыларға тоқтала кетейік. Яғни метаболизмнің осы анаболизм және катаболизм деп аталатын екі құрамдас бөлігі бар. Биологиялық синтез реакцияларын біз анаболизм деп тұр, міне қараңыздар. Анаболитикалық және бұл грек тілінен енген сөз, яғни көтерілу деген мағынаны білдіреді. Ал ол жасушадағы жиынтығы анаболизм немесе пластикалық алмасу деп аталады. Бұл пластикалық деген грек тілінен енген сөз, ол жапсырылған, жасалынған деген мағынаны білдіреді. Енді бұл қалай жүзеге асады? Яғни мына жерде жазып қойдым, фотосинтез және хемосинтез. Яғни бұл кезде АТФ синтезделмейді және қолданылмайды. Және де жасушадағы көптеген синтез процестері жүзеге асады. Эндоплазмалық тордағы липидтердің, рибосомалардағы нәруыздардың, голги кешеніндегі эукариоттардың және цитоплазмадағы прокариоттардың, өсімдіктердің пластидтеріндегі көмірсулардың синтезі деп айтсақ болады. Және де синтезделетін макромолекулалар құрылымының түрлік және өзіндік ерекшеліктері болады. Синтез реакциясын қамтамасыз ету үшін жасушаға заттар ыдырағанда бөлінетін біршама энергия қажет болады. Екіншісі ол катаболизм. Бұл яғни тыныс алу процестері жатады, яғни бұлардың бас кезінде АТФ қолданылады, одан кейін АТФ синтезделеді. Ас қорыту мүшелері жатады, бұл кезде АТФ синтезделмейді және қолданылмайды. Күрделі молекулалардың жай молекулаларға ыдырау реакцияларының жиынтығын біз катаболитикалық деп атаймыз. Яғни бұл да грек тілінен енген сөз, қирату деген мағынаны білдіреді, немесе энергетикалық алмасу деп атаймыз. Осындай реакция мысалдарына липидтердің, полисахаридтердің, нәруыздардың, нуклеин қышқылдарының, лизосомаларға, жай көмірсулардың және май қышқылдарының митохондрияларға ыдырауы жатады. Катаболизм процестері кезінде энергия босап шығады. Осы жерде асын сызып қойыңыздар. Және оның біраз бөлігі АТФ-тер жоғарғы энергетикалық байланыс түрінде жинақталып, АТФ қоры ағзаның әртүрлі тіршілік әрекетін тез және тиімді қамтамасыз етуіне мүмкіндік береді.
Жалпы пластикалық және осы энергетикалық алмасулар өзара бұлар тығыз байланысты болып келеді. Ыдырау процестері синтез процестерін энергетикалық тұрғыда қамтамасыз етіп отырады. Сонымен қатар синтез үшін қажетті құрылыс материалымен жабдықтайды. Дұрыс зат алмасу биологиялық жүйелердің химиялық құрамының тұрақтылығын, олардың ішкі ортасын сақтайды. Организмдердің ішкі параметрларының өзгеріссіз сақтау қабілетін гомеостаз деп атаймыз. Жалпы сіздер гомеостаз туралы 8-ші класста танысып кеткен болатынсыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қоя беріңіздер және тіркелуді ұмытпаңыздар.